Саламатсыздар ма? Бұл тюшиный язык деп айтады екен. Соны майға қуырмай диетический етіп духовкада пісіруді көрсетемін. Баклажан етін жуып сыртындағы кетсін деп енді сыртын ар шетін болып шештік. Қабығын картоп сияқты қабығын алып тастайсыз. Сонда қонаққа барғанда жеп отырғанда қабығы аузыңызға салып, шайнай алмай, шайнап алып шығарамай сөйтіп отырасыз ғой. Сондай болмас үшін асқазанға да жеңіл болу үшін сыртқы қабығынан баклажанды ажыратамыз. Содан кейін бұны домалақ ұзын етіп турасаңыз да болады, бірақ біз осылай дөңгелек етіп турадық. Турап болып барлығын қалыңдығын көріп отырсыздар. Өте қалың емес, өте жұқа емес. Бұларды бөлек дайындап қойған тарелкаға салып қоямыз. 2 жұмыртқаны алып, жарып, оған тұз араластырамыз. Ақсылап араластырып қою керекпіз. Енді үшінші панировочный сухарики дейді. Бұл осындай пакетте бар, және жай пакеттерде де болады, килограмдап сатылатын. Сол сухарики, майда ұсатылған сухарики. Мен басында духовканы қосып қойған болатынмын. Сол тапа қызбаған салқын күйінде сұйық май құямыз. Одан азырақ етіп қойсаңыздар да болады. Енді осыған сұйық май барлық жерге тегіс жағылған болу керек. Майды көріп тұрсыздар, сәл көбірек болып кетті. Негізі майды ұнатпайтын болсаңыз, аз ғана қоссаңыз болады, кішкентай ғана. Енді баклажанды алып, бір данадан жұмыртқаға, дайындап қойған жұмыртқаға аунатып, сосын панировочный сухарикке аунатып, оны ыдысымызға қоямыз. Осылай бір-біреулеп, бір данадан алып, 2 данадан 2 қолыңызбен 2 данамен тезірек жасасаңыз да болады. Осылай қойып қоямыз. Міне қойып шықтық. Әлі қойып отырмыз. Сухарик азайып қойған сияқты. Тарелканы қозғап жіберсеңіздер бір тегіс болады. Міне осынша болды. Міне бәрін қойып бітті. Енді қызып тұрған өзіңіздің духовкаңызды қанша градуста пайдаланады солай. Енді қызанақты жуып, тазалап, турап, домалақ етіп турадым. Осылай тарелкаға салып қоямыз. Енді қалыңдығы өте қалың емес, өте жұқа емес. Бұдан да жұқа етсеңіз де болады. Суды сейлейіп, піскен сияқты кішкене қаттылау болып тұрған жері бар. Есігін жауып, духовканы сөндіре саламыз. Осылай 2-3 минут тұрсын. Енді бізге үйдегі бар тарелкаларды дайындап қоямыз. Қазір бәрін ыстық күйінде жасау үшін духовкадан шығарамыз. Духовкадан шығарып, енді қызанақты, дайын тұрған қызанақты ыстықтай тарелкаға шығармай-ақ, осы ыдыстың үстінде жасасаңыз, помидор, қызанақ тез жұмсақ болып қалады. Сосын жеген кезде жұмсақ болып ауызда еріп тұрады. Осылай қызанақтарды салып алдық. Енді үстіне майонез қосамыз. Негізі майонезға чеснок араластырып та қосуға болады. Біз чеснок араластырмай, осылай майонезді өзін құя бердік. Олай да жақсы болады. Чеснокпен одан да керемет болады. Чеснокты ұсақ етіп турап, майонезге бір кесеге араластырып салсаңыз да болады. Бірақ енді аузыңыздың иісі шығып жүрмек үшін қойып өсімін ыстықтай тапаның үстінде жасап жатырмыз. Тез жұмсақ болу үшін
тапа әлі суыған жоқ. Үстіне қойып жатқан дайындалған піскен баклажанымыз да ыстықтай қойылып жатыр. Жұмсақ помидорды жұмсақ етіп қою үшін уланып, не әрқайсыны өзінің размеріне қарай таңдап қойып жатырмыз. Не қалғандарын жасаймыз. Осылай. Не тағы да қалыпты. Оларды қалғандарына қызанақ қойып, өзінің размеріне сәйкес қызанақтар қоямыз. Майонезді өте жақсы көретіндер көбірек сала берсе болады бұдан. Негізі мынау өзі норма. Қызанақтарды саламыз. Осылай бәрін араластырмайды екенбіз. Салат жасап жатқандай болдым ғой. Дайын болған кешіне язик па осылай тарелкаларға қойып шығамыз дайындап. Өзі 2 баклажанның өзінен 2 тарелка шықты. Жаздың күнде осылай пісіріп жегенді жақсы көремін. Негізі бұрын қуырып жеп асқазаным ауырып қалып еді. Осы жақында білдім осыны сіңілімне үйіне қонаққа барған кезде осылай пісіріп қойыпты. Бұны ұзын қылып турасаңыз, сонда рулет болады.